Алмасындар ма қыздар? Мына жерде киім ауыстыруға болмайды. Камерадан көріп кеп тұрмын осы жерге. Енді Камера істемей қалды да. Жибой көріп тұра берейші. ағай, Ал, қарындасым айта ғой. мен батып атсам ше, өзіңіз жасанды дем беріп, алғашқы күнді көрсетіп, белімнен уқалап сөйтесіз ғой, иә? Тоғыбырай. Бату керек болған обязательно. Просто жүзу білмеймін да ше. Сен жүзуді ғана білмей, басқасын бәрін біліп тұрсың ғой? Иә. Батсайық. Шашлик, пашлик, салат, палат. Әдем отыр кестірді, иә? Кесеңші. Ой, қоя беріңізсің. Жарайды онда. Бірден қайтардыңыз ба? Ондай бар емес. Басқа жақ көп қайтайын мен. Әдем отыр кестір. Абайлап түсіре ма балон? Көке оны әлде қандай қып. Баяғыда бізге жүзуді үйреткен жоқ қой ешкім. Балонды апсаңыз, осылай ұстап тұрасыз да. Болды міне үйренеді істеп. Шығады жар қазір. Шықпады ма? Шығады ау. Қазір. Кім? Інім? Спасательдер дейді. Бергендеші. Басың қаншадан? Сенің қолы бос роднойың. Прикинь, енді біткесің ғой. Роналдоның ең бірінші салған постын тауып алдым да, астына комментарийға 2025-тен кім бар деп жазып кеткесің. 2 сағатым кетті. 1 килограмм күріште қанша штук болатын білесің ба? Қумаш қайдан білемін ол? 76.342 болады. Санадың ба соны отырып? Прикинь, кеше қол бос санағасың. Алдыңғыны құмшекер санаған білмейсің ба? Ол меймаш болды ол кезде. 8-де ерте тұрып алдым да, Каспий банкке звондаймын, менеджерлерге ше. Жұмаев, Тұрдәулет дегендер, танисыңдар ма деймін ғой, короче. Танымаймыз дейді. Қалай танымайсыңдар, сендердің клиенттерің ғой деп мазасына қалды. Қайтардың ба? Қайтарғасың ғой, бәрі алдын мен сөйтіп мазамды алады. Радо жүз үйге барып, мусор бар еді, шығарып тастайықшы. Ой, бос емессің бе? Не істейсің? Үйге барып, ютубтан 2 африкалық жерді қазып үй салып жатыр, соны көруім керек қой. Бос емес екенсің, Ол бітіруім керек, кеше бастап қойғам ғой. Ана, жди меня дейтін бағдарлама бар ғой. Иә? Соны көріп отырам да, Алматыда біреудің досы жоғалған ғой, 10 жыл бұрын. Суретін шығарып алып, 2 апта жүріп тауып бергенсің ғой досын. Татауы боссың ба не? Бос болып тұрмын ғой, родной. Сіз үйге барып істеп тастайық. Мен 2 көріп бітіру керек. Что там, ұл ма қыз ба? Ұл жаным, ұл. Маған ұқсай ба? Ұқсайды жаным, айнымай. Татағы маған ұқсаған ба? Қап-қара өзіңдікіндей айнымай. Көрейінші бергеше. Қатын, жаным, балам менің. Шешең түсі ғой. Ноғым еп тойрот. Не болды қызын соншама шошып, балаң емес пе? Шешең түсі, мынандай ақ мұрт болмаған ғой бізде. Біздің тұқымда көк мұрт қой. Бәлкім анау нағашыларыңда болған шығар. Бана сен ондай бізде болған жоқ. Мынау что-то не то сен қатын дұрыс емессің. Маған сомнение сыптысың ба, білет? Ассалаумағалейкум көрші. Кімге ұқсайды көрші? Балаң әдем екен. Маған ұқсайды. Твоймайды, саған айнымайды екен. Қатыма ішті айтпайсың ба? Мен не деп айтам қасыққа, мен не деп айтам? Көрші? Не? Отақче, бергел наху. Айта беріңім. Маған анау, Бритва. иә. Сосын жаңа, Дезодорант жаным. оны қақтан біліп қойғансыз, көріп бөлекесіз ғой. Көріп келді дейміз сол? Көрініп тұр ғой. Ырғиып тұрған. Міне көкем, жаңа жеңшем айтқан макролындарды обалан ұрсып атсыз оған. Жеті атасын білмейді, жетесіз. Ой, жеті атасын білмейтін болса міне қарыз дәптер берем ғой. Жеті атасы полный жазылған ғой. Шежіремен бірге. Жаттайсың ба? Уже міне 9 атаң бар сенің. Жыртып берейін мә. Ана бала. Тимесек жазылайын мен сен. Дұрыс әпше, міне. Вот тәрбие тал бесіктен дейді. Баланы жазалап тұру керек анда-санда. Эссе манго бересіңіз. Өлі әпше. Сізді де біреу жазалау керек ау. Ассалаумалейкум. Уағалейкум ассалам. Бола көрем. Бір мұқтаж адам қарызын өсіп кетсе. Міне. Осындайларға бір риза боламын да мен. Кім деген? Мына жерде Нұрлы деген кісінің қарызы бар. 150 мың теңге. Өшіріпсіз? Өзіне звондап айта саласыз ба? Болды, міне. Қазір өшіремін. Нұрлы қарызың өшті сенің. Еріккен айуан. Ойнама үйді. Ойбай, әпше помидорды қолыңызға ұстап алған емес. Пакетке сап берем ғой, әкеңіз бер. Ойбай, әпше жаңылдым. Айып етпеңізші. Пакет жоқ екен ғой бізде. Ассалаумалейкум. Ойбай, Тамыр, мені ғой салып қойдым ғой, бәрін дайындап қойдым ғой. Қойсы бірінші не алатынды айтайын да. Иә. Сенің саудагер роднойың. Тамыр бидің ламбадасы, фруктидің ананасы деп қой, ананас жеп алып қызыңа бар. Жағы үйде құдалық болып отыр содан ғой. Құдалыққа ма? Иә. Г-образный стол ғой, 4 жерден қойып жатсың. Тамыр, қаунасаң қасына 2 арбуз қосып берем ғой. Неше болады ол? 7,5 мың болады ғой. Күніге келіп жүрмін ғой, 15-ке берсей. 15-ке қоя тұр, отып тұрмын ба? Қандай өріп керек? Міне сары десең сарысы бар, көк десең көгі, қызыл десең қызыл, қара десең қарасы бар. Любой фиолетовыйға де бояп бере береміз. Бояп беріп отырсың? Иә, бүгін краска алғанбыз ғой. Баклажан бар ма? Көкөністің баклажаны африкалықтың мақсынау трендке келмей қалды ғой. Баклажан сатпай қоямыз ба?
бауырым мынандай қызыл өріктер бар. Қызыл өрік деген ән тыңдап отырып жеп аласың да. Мынандай қызыл алма алсаң болады да. Қызыл алма деген ән тыңдап жеп аласың да. Қауын ше, брат. Қауынға ән шыққан жоқ па кәше? Сатып атқан жоқпыз, ән шыққан кезде сатамыз ғой. Міне ғой тамыр бананның барлығы. Брат, бұлар қаяқтікі? Африкадан ғой, өзіміздің Ақниет Тауасар дейтін бауырларымыз стал жүреді ғой. Жеуге ма саған? Тамыр черешнясы бір штук 50 теңгеден. Арзаны бар ма кішкене? Міне, мыналар бар 30 теңгеден. Одан арзан дау. Табамыз ғой міне 10 теңгеден. Кішкене арзаны бар ма? Одан арзан міне. Bir değil, 1 тиын. 10 değil, 10 değil. Апа не